Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін 27 қазан, жексенбі, Алматы автобарс автокөлік базарына келіп тұрған жайымыз бар, көліктердің бағасын білуге. Көлік қарап жүріп бағасын, мынандай көлікке тап болдық. Көліктің егесінің айты бойынша ішінің бәрі Kia, моторын бәрі Kia тұр дейді. Сыртқы шанағы ғана басқаша, газ деп тұр шанағы. Бірақ под Kia жасалған. 10 миллион сұрап жатыр негізі бағасы. Арт жағынан осылай. Дөңгелектері, Lexus'тың дөңгелектерін салған екен. Ішкі есігі осылай. Ішкі арт салонын көріп жіберейік. Астының бәрі кожа. Ол бізде Nissan Altima 2022 жылғы 2 объем коробкасы вариатор 10 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі. Осылай. Бұл бізде Chevrolet Monza. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Қытайда жиналған. Monza 2023 жылғы 1.5 автомат 7 миллион 300 мың сұрап жатыр. Hyundai 2023 жылғы 1.6 турбо 12 миллион 500 сұрап жатыр. Шанағының жағдайы жақсы десе болады. Еш жеріне сызылмаған, ұрылмаған. Ақ жағындағы көрінісі осылай. Мынау бізде Tesla. Tesla 3-ші моделі. 2020 жылғы 12 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Еш жерде ұрылмаған, сызылмаған, сызық жоқ, шірік жоқ. Toyota Prado. Бұл бізде жылғы объемы 4 автомат 13 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Ұрылмаған, шірік жоқ, сызық жоқ. Бәрі жақсы. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі әлемі осылай. Қайыстан жасалған орындықтары. Үлкен дисплейі бар.
артқы жағы да қайыс, бәрі таза, жақсы. Мынау бізде BMW 95 жылғы 2.8 механика 3.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдай жақсы десе болады. Шірік жоқ, сызық жоқ, орылмаған, мыжылмаған. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі жақсы сақталған, бәрі орында. Орындықтары осылай таза. Бәрі жақсы. Бұл бізде Мерс S500 222 кузовта. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Сырық жоқ, сызық жоқ, бәрі орында, мыжылмаған. жылғы 407 автомат 25 миллион сұрап жатыр. Бұл бізде Lexus S250 2018 жылға 2.5 автомат 19 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрінісі еш жері ұрылмаған, сызығы жоқ. Бәрі орында. Бұл бізде Kia Rio 2021 жылғы 1.6 автомат 9 миллион 200 сұрап жатыр. Келісім бар дейді. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Еш жері ұрылмаған, сызылмаған, сырық жоқ, мыжық жоқ, шірік жоқ. Артқы жағындағы көрінісі. Бүгін көлік базарында көліктер өте көп, әдеттегідей емес. Мынау бізде Қытай автопромының көлігі Geely Coolray 2024 жылғы 1.5 8 миллион 850 мың теңге сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі осылай. Mufasa жаңа модель 2024 жылғы 1.6 автомат 11 миллион 400 мың сұрап жатыр. Айдалмаған, бәрі салафанда салоны. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Дизайнерлер жұмыс жасаған әбден. Қытайда жинап қуылып келген осы жаққа. Алынып келінген. Іші бәрі салафанда. Ішкі әлемін қарап жіберейік.
Үлкен дисплейі бар екен. Артқы жағын қарап жіберейік. Панелі әдемі істелінген, заманға сай. Локотниктері бар міне. Бұлай ашылады екен. Міне бізде мынандай жаңа шыққан көлік. Kia Seltos деп аталады. 2024 жылғы 1,5 9 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі осылай. Қазір ішкі әлемін қарап жіберейік. Қалай жасалған? Ішкі әлем осылай. Мына жасанды қайыс. Панелі осылай жасалған. Үлкен дисплейі бар. Артқы жағы осылай. Жалпы жаман емес деп ойлаймын. Жақсы. Toyota Camry 55 2015 жылғы 3,5 автомат 12 миллион 400 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі осылай. Ұрылмаған, сызылмаған, шірік жоқ. Toyota Camry 40 2007 жылғы 2,4 5 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Еш шірік, сызық, мыжылған көріп тұрған жоқпын. Кеткенім жақсы болды. Жақсы. Toyota Carina 96 жылғы объемы 2, механика 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Toyota Camry 30 2003 жылғы объемы 3, бағасын жазып отыр. Volkswagen Venta бұл бізде. жылғы 2 автомат 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Ұрылмаған, сырылмаған, шірік жоқ. Артқы жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Kia Optima бұл бізде. 2016 жылғы 2,4 автомат 8 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрінісі. Бұл бізде Subaru Impreza 94 жылғы 1,8 механика 1 миллион 900 сұрап жатыр.
Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Еш жерден ұрылған, сызылған, шірік көріп тұрған жоқпын. Артқы жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Заставил мне, говорит, один, говорит, Андрей, говорит, отдаю ему. Toyota Camry 40. Екі мың жетінші жылғы 2,4 5 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Шірік жоқ, ұрылмаған, сырылмаған. Арт жағын қарап жіберейік. Арт жағы да таза. Mitsubishi Lancer 10-шы поколение. Бұл бізде 2007 жылғы 2 автомат 3 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрініс. По ходовке как, брат? По ходовке, по мотору. Мотор привозной, ходовка переиграна. По вложениям только резина. Android, третий, все работает, мультируль. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі осылай. Бәрі бар ішінде. Артқы жағындағы орындығы осылайша таза, жалпы жақсы. Бұл бізде Subaru Forester Raptorмен боялған 2002 жылғы 2.5 автомат 4 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Бұл бізде Toyota Camry 10 93 жылғы 2.2 механика 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісін қарап жіберейік. Шірік көрінбейді, ұрылған, сырылған, мыжық жоқ. Hyundai Accent. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Бағасын көріп жіберейік. Екі мың 14 жылғы 1.6 автомат 5 миллион 300 сұрап жатыр. Жалпы көліктің жағдайы қалай? Ходовка жағы, мотор жағы. Бәрі жақсы деп тұр. Мына егесі айтып тұр. Алам дейтіндеріңіз осы нөмерге хабарласасыздар. Салон жағын көріп жіберейік бір. Қарап. Автозаводкасы бар. Салоны міне таза. Бәрі жақсы. Бұл бізде Hyundai Accent 2012 жылғы 1.6 5 миллион 600 сұрап жатыр. Базарда что-то акценттер көбейіп кетті ғой. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Шірік жоқ, мыжық жоқ. Мына жақта тағы да бір акцент тұр. Үшеу ғой. Үш акцент тұр. Қаз қатарынан. Акцент жалпы көбейіп кетті. Бұл да 2014 жылғы 1.6 5 миллион 650 сұрап жатыр.